Туризм саласындағы ақпарлармен жалғастық. Өздеріңізге мәлім, біздің өңір Саялы Сарыағашқа жыл сайын мыңдаған демалушылар келіп, шипажайларда жанға жай дем, сапалы ем алып, денсаулықтарын нығайтып, қайтып жатады. Тілшіміз Қуаныш Құлмырзаев Көктерек кентіне барып, осы бағытта атқарылып жатқан тірліктер бүгінгі жай күйді көріп қайтқан болатын. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Көктерек кенті алыс жақынға бүкіл елімізге танымал аймақ, шипажайлар шоғырланған өлке. Бүгін таңға келсе, Көктерек кентінде демалу сауықтыру орындары санитарлық карантиндік талаптарды сақтап, демалушыларды қабылдап, олардың тынығуына, сапалы ем алуына жағдай жасап, келелі қызмет көрсетуде. Қаншама жандар денсаулықтарын нығайтып қайтуда. Көктерек кентінің әкімі Үміт Оразбайқызымен сұхбаттастық. Бүгінгі күнге Көктерек кентінде 52 шипажай жұмыс істеп жатыр. Мынау облыстық, Түркістан облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 18 наурыз 2021 жылы шыққан номер 6 қаулысына сәйкес карантиндік режимдердің барлығын сақтап, біздің шипажайлардың барлығы істеп жатқан жағдайымыз бар. Бүгінгі күнге 80%-дан аспау керек. Демалушылардың саны бекітілген өзінің орнының 80%-дан аспауы тиіс. Енді осы Көктерек кентінде арнайы мобильдік топ құрылған, мобильдік топтар жұмысын жүргізіп жатыр. Күнделікті жаңағы мониторинг жүргізіледі. Жаңағы сақтық шараларын сақтау міндетті түрде, арақашықтықты сақтау, маскалық режимді сақтау міндетті түрде қаралып отырады. Енді биылғы жылға 2021 жылға 2 шипажай іске қосылады деп отырмыз. Бұлар жеке азаматтар өздерінің жеке инвестиция негізінде салынып жатқан шипажайлары. Мысал ретінде санитарлық карантиндік талаптарды сақтап, өз жұмысын жүргізіп отырған шипажайдың бірін айтсақ, Әділет шипажайы. Қазір таңда 30-дан аса демалушылар осында демалуда екен. Шипажай іші ерекше дизайнмен жабдықталған. Ақтөбе қаласының тұрғыны зейнеткер Ибрагим Сүлейменов осы Әділет шипажайына келгелі денсаулығымда, көңіл күйімде жақсара түсті дейді. Шипажай өте жақсы, ыңғайлы, жатқан орнымызда люкс екен, жақсы. Демалып жатырмыз, тамақтары 4 мезгіл тамақ береді. Тоқпыз, емді енді балдар, қыздар жүгіріп жүріп емдерін беріп жатыр. Осы келе уақыттарда да осы шипажайға келеміз бе деген ойымыз да бар. Бірақ осы біздің ақтөбеліктерді осы шипажайға кел деп өзім шақырамын. Рахмет осы медперсоналдарға, барлық қыздарға, кіші қызметкерлерге. Тазалықта жақсы, өте жақсы демалып жатырмыз. Әділет шипажайының бас дәрігері Шарифа Шалғынқызы, бізде 25 түрлі емнің түрі бар. Мақсатымыз демалушылардың, халықтың алғысын алу. Осы бағытта аянбай еңбек етудеміз дейді. 25 ем шаралардың түрлері бар. Олар минеральный ванна, джакузи, циркулярный душ, асқазан, өт, шаюлары, шек жуамыз, өт зондирование жасайды, физиолечение, парафинотерапия, иглотерапия, массаждың бірнеше түрлері бар. Санитарлық карантиндік талаптарды қатаң сақтап, жүйелі іс атқарып келе жатқан тағы бір шипажайдың бірін айтсақ, Маржан су. Ауласы жасыл желекке оранған шипажайдың іші де өте жанға жайлы, люкс, жартылай люкс, жайлы бөлмелер бар. Емдеу сауықтыру шипажайдың астың қабатында орналасқан. Маржан су шипажайына келген 3-ші күн бүгін. Бұл жерде емдам алып жатырмыз. Минералды суларға түсіп, небір терапияларын түрін алып жатырмыз. Жердің жағдай өте тамаша. Өзім Ақмола облысы Көкшетау қаласынан келдім. Санаторияның жағдай өте жақсы, ұнады. Маржан су шипажайына кіргеннен ақ демалушылардың барлығы қызметкерлерде бетперделік тәртіпте жүргендігін көрдік. Мұнда да массаж, асқазан жуу, парафин қою, бу бөшкесі сынды емнің көптеген түрлері бар. Сумен байланысты асқазан шек жолдарын жұқтыру тәсілдері, жалпы бұл жерде суменен шомылдыру, суға ванналардың бірнеше түрлері, және физиотерапиялық емдер, бүкіл денеге қыздыру арқылы берілетін біздегі бүкіл осы жердегі парафин аппликациялау жасалу, басқа да фитотерапиялар, осыдан басқа физиотерапия, реабилитациялық бүкіл емдердің барлығы осы жерде беріліп жатыр. Оның барлығы әр азаматтың осы жерде жеке-жеке әрқайсысына жеке осы жерде біз түсіндіру жұмыстары өткеннен кейін әрқайсысында осы жерде талапқа байланысты арақашықтық сақтап, әрқайсысы өздерінің сабырлығын сақтап, әркім өз денсаулығын, жағдайын қамын ойлап және қоршаған ортамызға зиян келтірмеу
мақсатында осы жерде әрқайсысына біз жеке консультация жасап емімізді ары жалғастырып жатырмыз. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні қаншама жан Сарыағашқа келіп, сапалы ем алып, денсаулығын нығайтып қайтуда. Қуаныш Құлмырзаев, Дін Ислам Тәліпбай, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.